жер құрғаған кезде көктемгі шабуылдың көкесі басталмақ. Ол көктемгі шабуыл осы алда келе жатқан май айында болуы мүмкін. Себебі қазір Украинаның 5 қарусай, қорамсағы жебеге толы. Енді жау қайда деп көзіне қан құйылып тұрған Украина сарбаздарының қолында қазір Еуропаның да, Американың да мың сан түрлі қаруы тұр. Енді орыстың шипасы бітіп тұрған кез. Орыс алақандай Бахмутты ала алмай отыр. Бахмутты біресе орыс алады, Украина тартып алады. Орыс алады, Украина тартып алады. Құрттай қалашық Бахмутты ала алмай әбден мысы құрып отырған орыс енді қазір өзінің жоғары дәрежелі әскери генералдар түгілі жай қарапайым әскерінің алдында әлсіз екендіктерін мойындап қойды. Ресейдің әскери күшінің шамалы екендігін бұрынғы езуі көпіршіп, великий да великийміз, бізден асқан великий жоқ деп, өздерін дүние жүзінде керемет құдіретті ел санайтын орыстың жаман сасыған қашына дейін мойындап үлгерді. Сөйтсе, великий емес екен. Великий еместігін Бахмутта не ары емес, не бері емес, сол құрттай қалашықты ала алмай қор болып, сілесі қатып отырғанынан ақ орыстың жай әскеріне дейін біліп болды. Енді қазір орыстың әскерлері топ-тобымен ұйымдасып, 10-10-нан 15-15-тен Украинаға беріліп жатқаны тағы да бар. Осындай сәтте Ши Цзиньпин телефон соғып не айтты? Зеленский айтпақшы, ұзақ және мағыналы сөйлесу болды дейді. Бұл жерде Зеленскийдің ұзақ және мағыналы деген сөзін мен өз басым былай түсіндіремін. Ұзақ дегенде олар Қытайдың қырт екенін білдіріп отыр. Өзі мынау Қытайда, Орыста өзі қырт. Мынау орыстың мақаласын оқысаң өзі мінәндей, тинәмдей сөзді езіп, қыртып сөйлегенде енді шашыңның жарымы ағарып кетеді. Қытайда солай. Қытайдың ақпаратын, Қытайдағы мына қазақтар төте аударған ақпараттарды тыңдасаңыз, миыңыз ашып кетеді. Өзі қазақша тыңдап отырмын ба, басқа тілмен дейді. Мысалы, бүйтеді, Джунго деген Қытай деген сөз ғой. Джунго коммунистік партиясы орталық комитетінің батыл шешімін табанды түрде дәйектілендіріп, шешуші дәйектілендіріп, атқарып, өзектілендіріп, батылдықпен игеріп дейма. Сонда бір саясатты іске асыруды сөйтіп бітеді ғой. Жарым сағат оттағанда партия орталық комитеті бір саясат жүргізіп, енді соны өте шұғыл түрде атқару керек. Енді соны жаңағы батыл түрде атқарып, негізгі өзекті ойын өзектілендіріп, табандылықпен, тиянақтылықпен дейма, бірдеңе, сөздің шыда бітіп, мазаң кетіп қалады. Қытайда бір сондай саяси терминологиясы әбден тура езіп, қыртып, жаңағы сөйтіп кеткенде енді тура тезегін шығарғың кеп кететін қаумен. Сондай. Жаңағы Зеленскийдің ұзақ және мағыналы деген сөзінің осы. Екіншісі, Қытай басшысы атом соғысында жеңімпаз жоқ депті. Бұл қандай сөз? Яғни, атом соғысының болғанын қаламай тұр. Себебі алда Ресей атомға қорамсаққа қол созса, яғни Ресей атомға қол созса, онда НАТОның 300 мың әскері дәл қазір Ресейге жақын шекарада топталып тұр. НАТО тарихта, тіпті Совет одағының кезінде де шекараға бүйтіп 300 мың әскер топтамаған. Ал НАТОның аяқ астынан 300 мың әскер топтап, оның өзіне де біраз уақыт болды. Өстіп отыруы Путинға абайла, бір жеріңе қара деген сөз. Себебі бұғанға дейін олар НАТО бұндай батыл шешім қабылдайды деп ойлаған жоқ. Путин өзі Қырымды басып алғанда, Донецкий халық республикасы менен Луганский халық республикасын тәуелсіз деп жариялатқанда, артынан оны референдум өткізіп өзіне қосып алғанда, НАТОда, Еуропада үнсіз қалды. Бұлар сөйтіп тағы үнсіз қалады деп ойлап еді. Енді НАТО ол күнің келмеске кетті дегенді білдіру үшін болса да әскерін шекараға әкепті. Енді қараңдар. Өткенде ғана НАТО мен Ресей шекарасы тағы бірнеше мың километрге созылғанын айттық. Финляндияны қосып алды. Финдер орыстың ата жауы. Енді қара. Дәл осындай сәтте НАТО енді Украинаның НАТОға қосылуын ашық талқылаймыз деген әңгімені айтты. Бұдан ілгері қоспаймыз, ойбай деп, соғысты тоқтатсақ тоқтатайық деп, Франция мен Германия орысқа қарай бұлталақтап сөйте бастағанда,
енді Украинды қосып алу мәселесін талқылаймыз деді. Ол деген не сөз? НАТОның жарғысы бойынша соғыс болып жатқан елдер қосылмайды. Шекара дауы болып жатқан елдер қосылмайды. Және НАТОның жарғысы бойынша қандай да бір ел НАТО құрамында кез келген елге шабуыл жасаса, ол тұтас НАТО еліне соғыс ашқан болып есептеледі, және НАТО құрамында бүкіл ел бар күшімен оған қарсы соғыс ашу керек. НАТО құрамындағы әлгелді қорғау керек деген сөз. Енді Украинаның осындай сәтінде Донецкті, Луганскіні алмай, және Қырымды алмай, Украин тоқтайын деп тұрған жоқ. Ал Донецк мен Луганскіні берсе де, анау 14 жылы ап деп жұтып алған Қырымды қайта құсу Путинға да оңай болмай тұр. Путин Қырымды құсып бере ма? Ол әлдеқашан Путиннің кеңірдегінен өтіп кеткен Қырым ғой. Енді Украинға да оңай болмайын деп тұр, Путинге де оңай болмайын деп тұр. Донецк мен Луганскіден айырылғанға көнсе де, Қырымнан айырылғанға көну орыстың, Путиннің өзіне ғана емес, орыстың алқашына дейін ауыр соққалы тұр. Енді осындай сәтте аяқ астынан сахнаға көзі қысық, тісі қисық, тісін тілімен жасырған, беті күліп шылып тұрған Арамза Қытай секіріп шыға келді. Мәні мен мағынасын білген боларсыздар. Сөйтіп, енді екі ортадан ағайындық жасап, Путинді абыроймен соғыстан шегіндірмек. Зеленскиймен сөйлескеннің өзі мәлім деңгейде орыс шовинистерін ұнамай отыр. Бірақ Еуропа үшін алғанда, Америка үшін алғанда тағы бір есептен бір жау азайғансыды. Себебі Қытай қанша айтқанмен Ресейді ашық әшкере бетіндегі маскасын жыртып тастап, ал қолдай мендеше деп ашық қолдай алмай отыр. Әрине, Қытайдың бүйрегі Ресейге бұратынын мен біліп отырғанда Байден білмей отыр ма? Мен біліп отырғанда НАТОның басшылары білмей отыр ма? Бәрі біліп отыр. Сол бәрі біліп отырған Еуропа мен Америка Қытайдың сол беті жыртылмай, маскасы жыртылмай, беті ашылмай, өзінше нейтрал қалыпта ойнай тұрғанын қалап отыр. Сөздің түйіні осы. Қыздың сыры жеңгесіне мәлім дегендей, сол Қытайдың сыры қазір бәрімізге мәлім болып отыр. Анығында Қытай орыстың құлағанын қаламай отыр. Және батыстың санкциясынан қорқып отыр. Енді айтпақшы, Қазақстанға ескерту жасалды. Тоқаевтың Ресейді қолдап отырғандығын Америкада, Еуропада біліп отыр. Біз қалың қазаққа, мынау Қазақстаннан Ресей тарапқа жылжыған қандай да көлік, КАМАЗ, ауыр техника, тіпті телевизордың пультынан тартып кір жуғыш машина, қарапайым тұрмыста қолданатын дрондар, камералар, сол сияқты кез келген электроникалық заттар болса, ол туралы деректерді бізге беруді сұраймыз. Бізге онсыз да хабар беріп жатқан адамдарда қисап жоқ, тіпті кедендік рәсімдеудегі адамдар, тағы басқа бұндай ақпараттарға қолы жететін адамдар болса, бізге хабар берсін. Тоқаев дәл қазір не істерін білмей отыр. Оның қорғаушы құдайы Путин дәл қазір көр аузында жан тапсырайын деп жанталасып жатыр. Соңғы тұяқ серпері қалды. Ал Тоқаев жалма-жан өзінің қорғаушы құдай қылып Ши Цзиньпиннің алдында тізелеп отыр. Сөйтіп, Қытайға қазір Үрімшіде, Пекинде, Қазақстанның елшіліктері мен консулдықтарында Қытайға 10 жылдық виза беріп жатыр. Қытайдың қаптап қазақ жеріне келіп жатқан сыры сонда. Бірақ бұндай бақыт Қытайдағы қазаққа бұйырмай отыр. Ал Қазақстанға 59-62 жылдары көшіп келген қазақ, тіпті күні кеше тәуелсіздік